Бүгін 31 август және менің Атырау білім инновация лицейіндегі екінші оқу жылым болмақ осы жыл. Бүгін дайындық болып жатыр, ағайлардың көбісі уже үйлеріне қайтып кетті. Кішігірім влог болады. Уже шашымызды алып, реттеліп, ертеңгі алғашқы қоңырауға сақадай сай дайын болып тұрмыз. Лицейімізді кішігірім көрсетіп жүрейік. Кеттік, поехали. Let's go. Йо. Кабинет мощко, аймактар. Много уважаемый тоже. Колонка ма? Новый интернет. Бір жылдық. Мынандай бір жер бар, енді лицейдің сырты. Кітаптарды көріп отырсың ба? Жайлап үйреніспей жатырмын, потому что өзім Windows қолданып жүрдім осыған дейін. Әлі де мощный жұмыс істеп жатқан сияқты. Интернет қостыңыз ба? БТС-тен топ 1 болу керекпіз ғой. Көрініс қой әшейін дейсің. Несі? Технология ғой. Технопаркта бекер атқан жоқ. Азеге. Чебурек ұстап тұрған еді. Біздің кішкентай кезіміздегі травманы реттеу. Кантинде шай, кофелерін іше берсе. Асеке, мощсыз ғой, жылайып мен қазір Асеке. One way ticket деген бар еді, сол сияқты. Мынау ағылшын тіл кабинеттер орналасқан жақ. Бұл жерде ағылшын тілінің 2 кабинеті бар. Андай бір суреттер бар. City of Dreams, London, Aspire to inspire before we expire. Осындай бір Лондонды еске салатын сағат және де телефон будкасы орналасқан осы жерде. Мынандай орындықтар, гүлдер, сурет салуға арналған қара тақталар бар. 2 кабинет, екеуі де жабық тұр. Енді қазір біз информатика кабинетіне барамыз. Информатика кабинеті бұл кабинет Хусейн Демирташ деген кісінің атына қойылған. Бұл кісі 1995-2002 жылдар аралығында ағылшын және информатика пәндерінен сабақ береді. Бірақ та өкінішке орай 2007 жылы Тараз қаласында ауыр науқастан қайтыс болады. Және осы кабинет сол кісінің атына естелік тақтайша Хусейн бейдің қазақ жастарына берген білімі, тәлім тәрбиесінің құрметіне қойылды деп лицей түлектері қойған екен. Еркебан сізбен мұғалім ағайым жатыр. Насыл влог па? Да. Уже влог-та? Сразу сен жақсыз. Барына ассалаумағалейкум. Біз Атырау білім инновация лицейінде информатик болып жұмыс жасаймыз. Бұйырса осы жыл 1-ші жыл Атырауда. Сол Шерханайын влогын түскеніне өте қуаныштымын. Не күтіп жатырмын? Осы жыл мощно өтеді деген ойдамын. Состав, барлық ағайлар, оқушылар, Атырау лицейінің мұғалімдері, ата-аналары барлық тема деп ойлаймын. Зор үміт. Зор үміт. Қазір сол ертеңгі болатын неге 1-ші қыркүйекке ата-аналарға не жасап жатыр қысылайды. То есть жиналысқа қысылайды. Сол. Кабинет қалайды? Кабинет мощко, аймақтар жайлап үйреніспей жатырмын, потому что өзім Windows қолданып жүрдім осыған дейін. И аймақтарға жайлап үйренісу керек, короче. Уақыт алады. Андай кнопкалар бар ғой, типа Windows'та Ctrl-D деген сияқты басып жүресің ғой. Нақты сол фишкаларын біліп жатырмын, горячий клавиш деген сияқты. Сол. Вообще дұрыс айтып жатырмын ғой да мен? Микрофонға. Все. Сол. Шерханай топ, Шерханай зверь. Бадам, в общем. Сол. Давайте, чеки. Бізде осы Еркебұлан деген мощный олимпиаданың бұйырса айрам деп тұр осы жыл. Арнайы алдыртты осы кісін Ақтөбеден тартып алды сол жақтан. Лицейдің олимпиадасын айырсын деп құдай қаласа. Сол. 2 кондер бар бұл кісінің жақта, 1 кондер. Мына бұл кондер, 1 кондер. Бұндай жағдай ешкімде жоқ. Осы Еркебұлан айдамасқа. Сол, мынандай мақтар ғой. Келесі бізде мына жақта vice principals директордың орын басарлары отырады. Біздің сайгдер много уважаемый кісілер отыратын. Сюда ма беке? Берек, сюда, налево направо. Не айтайын? Бұл қайда түседі? Ертең бәріміз күтіп атқан алғашқы қоңырау. 4 баламызға сыйлық дайындап қойдық.
Төрт кітап қой, бірақ бір кітаптың несін қарамаппыз, мұқабасын. Жо-жосы, оны түсірмеңіз, мынаны түсіріңіз. Короче, осыны қайтадан ауыстыру керек. Негізі жақсы. Ертең бұйырса тең сағат 9-да Атырау білім инновация лицейінде алғашқы қоңырау мерекелік іс-шарасы өтеді. Мұғалімдер таныстырамыз, оқушыларды марапаттаймыз. Одан кейін осындай көңіл күймен понедельник күні жұмыс бастап кетеміз ғой бейт. Бұл оқу жылынан не күтіп жатырмын? Өсу керек, даму керек. Кітаптарды көріп отырсыз ғой. Көрініс қой әшейін дейсің. Бұйырса көп кітап оқу керек, осы жылға дейін план қойып жатырмыз. Тек өзімізге емес, негізі басқа біреуге де план қойып тексеру керек шығар, скорее всего. Жалпы IDPO ұжым болып, коллектив болып өсу ғой, мақсат қою и соны такип. Мына жерде қазір Әбекен кітаптарына обзор. После 3 уже поздно. Баланс 3-ке толып қойса, онда оқудың қажеті жоқ. Сіздің қызыңыз қаншада? 2-ден астам. Уақыт бар екен әлі кішкене. Лучше версия себя, өзінің күшті екеніңді дәлелдейтін кітап. Как стать продуктивнее. Не бүкіл нәрсе, пес по имени Мани. Кішкентай балаға ақшаны қадірін қалай білу керек. Ребенок в тебе должен обрести дом. Біздің кішкентай кезіміздегі травманы реттеу. Ризық деген кітап білмеймін. Бұл қатал сабақ. И мына жақта бізде екінші орынбасар бар. Много уважаемый тоже. Айдедай, мощный жұмыс істеп жатқан сияқты. Айдеке, сөз. Расписание істеп жатырмыз. Таңғы сағат 8:30-нан неше сағат өтті? 3:30-ға дейін санап аласыздар ғой. Расписание істей алмай жатырмыз әлі. Әлі біткен жоқ. Әлі бітпеді. Енді басталып жатыр негізі. Жылдан осы жылдан мектеп. Осы жылдан БТС-тен топ 1 болу керекпіз ғой. 4.90-да. Вроде мұғалімдер составы мықты. Олимпиада хотя бы 3-тікке кіру керек. Қазір 5-ші болып қалдық біз. Хотя бы 3-тік. Мынандай кітап шықты, кстати. Осындай бір кітап жазатқан бізде тағы бір кітап жазасыздар ғой, оқу программасында. Бағдарламаға. Біздің құрдас. Біздің лицейге жаңадан келген Елдос деген ағай. Сөйлес ай. Жаңа жылға сәттілік. 96 продакшн. Жаңа жылға сәттілік, бұйырса бағдарлама жақсы болады. Деп ойлаймыз. Деп ойлайсыз ба? Понятие мол, ешкімге есе жібермес. Қой жүріш, әбеке бір рет. Қой жүріш. Баяғыда ВК-да ЕАП деген канал бар еді. Біле берсеңіздер, сол жерде хит болған, қазір 96-лардың хитовый рэп өлеңін қосамыз. Эй-йоу, 96 продакшн. DJ Нурик, MC Ернар және Ерсұлтан. Йо. Рысқұловтың қыздарына сөз жетпейді. Қыздар туралы тема болса біздің қыздарды ешкім айналып өтпейді. Фигура болса гитара, бауырым сен біздің қыздарға қара. Қара, біздің қыздар өзгелердің дара. Киген киімдері өз. Классиканы ұмытпаймыз. Әрдайым жүректе ғой. 96 продакшн. Біздің лицейдегі working zone. Осы жерде балалар қоңырау кезінде шығып, сабақ оқиды, отырады, ойнайды, телефон шықлайды. Мен жақта не керек бәрін істей берсе болады. Осындай бір коридорды күшті пайдаланудың үлгісі. Осындай бізде эко-клабтың жасап жатқан дүниесі бар. Осындай бір коробка, ана жақта 2 коробка тұр, бөлек баклажка лақтыруға арналған. Дейді, сдай бумагу, спаси дерево деген үндеумен. Мына жақта не істейді? Оқушылар, мұғалімдер парақтарын осы жаққа лақтырып кетсе болады. Кейін алып бұның барлығын сорттап өткізеді. Бізде енді бұйырса жаңадан кантин болайын жатыр осы жерде. Бүйтіп алайыншы. Жаңадан кантин болайын жатыр, құдай қаласа. Мына жер енді тамақ тарататын жер, сататын жер. Мына жер
Милер отыратын жерлер болады. Мына жер тоже мынау енді кетеді. Мына дивандар, орындықтар, столдар барлығы мына жерлерге жайып тұратын болады. И балалар осы жерде кантинде шай, кофелерін іше берсе болады. Мына жерде енді оқушының бір оқушының салған білім күні құтты болсын деп Құдай қаласа ертеңге ғой. Осылай. Мынау біздің кіреберіс. Осындай. Ата-аналар келген кезде, мысалы қонақтар келетін болса, күту керек болатын болса, осы жерде күтіп отыра берсе болады. Немесе балалар келеді, солар отырады деген сияқты. Мына жақта тарихи тұлғалардың суреттері көрсетілген, ілінген дейікші болмаса. И мына жақта уже welcome to the next level. Яғни келесі деңгейге қош келдің деген сөз. Мына жақта кітапханамыз бар, жабық тұр. Енді бүгін демалыс қой. Мынау білім сайысының жүлдегерлерінің осы жерде барлығының медальдары осы жерде ілініп тұр. Дүниежүзілік халықаралық олимпиаданың жеңімпаздары. Бұл жақта бірінші этажда тек бір-ақ қана кабинет бар, химия кабинеті. Қалғандарының барлығы әкімшілік кабинеттер, директордың кабинеті, ана жақта орынбасарлардың кабинеті, психологтың кабинеті деген сияқты. Мынандай бір жер бар, енді лицейдің сырты. Оқушылар, великпен келетін оқушылар бар, ағайларымыз бар. И солар осы жерде великтерін қойып кетсе болады. Білмеймін қазір не үшін шығып тұр екен. Енді қазір мен қайда бара жатырмын? Қазір технопарк деген бөлек бір здание бар. Соған бара жатырмын. Сол жақта Асқар ағай отырған болу керек. Сол жақта көрсететін боламыз. Бір жер. Енді технопарк ана жақта орналасқан. Сол жақтан қазір фук деймін бір ақшам. Қазір фук технопарк зданиясына келдік. Осындай бір кіреберісте. Оха, мынандай гүл егіп қойған екен. Қосып қойып мына жерге әдемі қойып мына гүлдерді. Мына жерде бір гүл тұр. Ана жерде бір гүл тұр. Енді қатты кірмей-ақ қойын кабинеттерге. Осындай кабинеттер бар жалпы. Енді технопарк аты айтып тұр, примерно роботехника, информатика деген сабақтар осы жерде өтіледі. Бір бөлігі. Біздің Асеке осы жақта технопарктың директоры. Тамашеке, жас. Біздер қазір үздік ұстаз 2024 осы жылғы үздік ұстаз жарысына қатысайын деп жатырмын. Соған документтер толықтырып жатырмын. Ертең 1 сентябрь және линейка болады. Соғанда бір балаларға айтылатын бір нелерді дайындап жатырмын. Пландар, жоспарларды. Дайындық полный ход. Колонка ма? Новый интернет. 1 жылдық. Интернет? Интернет қостыңыз ба? 5G. Кисел әулеті деген. 5G мен шам жайлы. Асеке, мощсыз ғой, жылайым мен қазір Асеке. Вот рабочий стол осындай ручкалар қойды. Асеке бізде мощный технопарк несі. Технология ғой. Технопаркта бекер отқан жоқ Асеке. Еще интернет тартып қойыпты. Мынандай гүл алсақ болады өзі Асеке? Я, кстати, ортаға шығарып қойдым, любой гүлді алып, өзіңізге таңдап алсаңыз болады. Все, Асеке. Әдемі болып қалды да гүлдерден? Сау, мощный болып қалыпты, не дейді информатикаларды. Болды. Кстати, мынау менің кабинетім көрсетпей ақ қойын, қатты ұнамайды. Бағанағы легенда отқан кісі әлі осында. Біздің легендарный биолог ағайымыз арнайы Оралдан не дейді андай арнайы алдыртты осы кісіні. Атырау білім инновация лицейінің биологиясын көтерсін, олимпиадасын айыр жіберсін деп. Көтерек. Не дейсіз бандай? Енді ұстап тұрсам болатын шығар, иә? Мынаны алып тастайын, осының қайсысы болады? Чебурек ұстап тұрған еді. Енді үлкен жауапкершілік бұйырса, адал атқарып отырсам, 2 бала бар, екеуі тыныш болса әйтеуір. Негізі бәрін жасау болады. Ең маңызды сол. Отбасының спокойный өмірі, так скажем, осы 2 бала байланысты. Дұрыс ұйықтаса, дұрыс жүрсе де, біз дұрыс ұйықтаймыз деген сияқты нәрселер, дұрыс оянамыз. Балаларыңызға жақсылап қараңыздар сол үшін. Неліктен сол жылда? Какие цели вообще? Так, мақсаттар ма енді 3 бағытта мақсат қойдық. Бір ойында, само собой, олимпиада деді. Олимпиада үшін шақырды деді.
ағайымыз. Екінші өзіміз қосылып жатыр ғылыми жоба мәселесі. По идее олимпиадамен келістіріп жатыр. Мұнда сынып берілді. Яғни 9 сыныбы бұйырса солармен үлкен жоспарлар жасаймыз деп ойлап отырмын. И жалпы биология өзі ішінде лаборатория жұмыстар бар. Осы жылы кәдімгі жаңағыдай осы лаборатория жұмыстарға көбірек көңіл бөлгім келіп тұр. Әсіресе оларды қазақша жасауға. Яғни қазақша дегенде сабақта ағылшынша ғой, само собой. Одан бөлек жаңағы қазақша контент түсіріп өзіміздің жаңағы қазақи тілімізді дамытып дегенде ғой. Сондай бір мақсаттарымыз бар. Бұйырса осы лицейдің қолдауымен негізі лицейіміз Құдайға шүкір атмосфера жатыр ғой. Қандай мұғалімдер айналып тұрған бізде да. Тұнып тұр ғой шыны керек. Уже қазір сағат 6 отыр примерно. Ағайлардың көбісі уже жоқ. Сонымен осындай кішігірім, кішкентай бір влог ешше ғой. Көріскенше.